Сәлем достар, сіздермен болған мен жаңадан келген баламын бүгін достар. Бүгін біз Стерлиннің видеосына реакция жасайтын боламыз достар. Бір нелердің аяқсыз бірдеңелер бар деп ойлаймын достар. Күшті күлкілі нәрселер достар. Мінекей достар, Стерлиннің каналы достар. Не лайфхакты көрейік достар. Сосын достар, бізде мынау бар, күлетін тоқтамыз. Видео достар, танымалдарына қояйын. Кеттік. Крестьянин қояйық. Достар. Сәлем достымыз, мен Стерлин және бүгінгі видеосын екеуміз бірге Нұрлан қаланың лайфхактарын тексеретін боламыз. Барлығыңызды білесіздер, егер де осы плитаны байқамай басып кететін болсан, онда жарылыс болатынын, өйткені осының астында неше түрлі TNT-лар бар. Давайте достар, осындай ситуация жасайық. Сіз байқаусыздан осы плитаны басып кеттіңіз дейді, давайте да. Бірақ қолыңызда ведро воды болса, сізді құтқаруға болады. Мысалы қараңыздар, бәлкім осылай басып кетем, и сразу, бетемді суды құй жіберем ғой астына. И сол кезде хоппа, бізге дым болған жоқ. Міне достар, мен мұнда келдім, мына аткен дейтін. Құйын. Міне достар, мен қазір пустынный экранның ішіндемін. Так, Нұрлан қаланың лайфхагын тексеретін боламыз қазір. Бастық. Ал екінші лайфхак қандай екенін көрейік. Дәл осы жерде достар екінші лайфхак бар. Сол туралы сіздерге айтып жіберейін. Мысалы, егер де сіздердің сандықтағы заттардың барлығын сразу алғыларың келсе, ешқандай қиналмай сіздер дейтін бейт аласыздар. Бүйтесіздер. Мына динамитті басасыздар да, мына жерге тұрып аласыздар. И сіздер ойлап отқан шығарсыздар, мен қуамын деп, бірақ жоқ, мен қумаймын. Міне қараңыздар. Ал достар, көрейік ал. Мына динамит қойдым, мен плита қойдым. Ой. Көреміз. Бізде бұл үшінші лайфхак. Барлығыңыз білесіздер, крипер дейтін өте қауіпті мобтардың бірі. Егер ол қасыңызға келіп жарылатын болса, онда сіз сразу өліп қаласыз. Өлмеудің амалын таптым мен достар. Қазір тағы бір лайфхак айтатын боламын. Ол үшін достар сіздерге любой блокта керек, мысалы булыжник па, жер ма, ешқандай мағынасы жоқ, көрсетемін. Міне көріп отырғандарыңыздай менде қазір выживание тұр. И давайте достар криперді қасымызға жақындатайық. Давай жарыл. И міне көріңіздер ғой, бізге дым болған жоқ. Так, достар, міне көреміз. Давай. Бұл бізде төртінші лайфхак. Майнкрафттағы мұхит дейтін достар өте қызықты. Әсіресе соңғы версияларда мұхиттан неше түрлі заттар қосылды. Бір жаман достар, сіздер егерде мысалы қайықпен кеткен кезде сіздер мұхиттың астында не бар екенін дұрыс көре алмайсыздар. Ал менде достар сіздерге керемет лайфхак бар. Осы лайфхак арқылы сіздер мұхиттың астында не бар екенін көре аласыздар. Просто достар F5-ті басасыздар да, есесіздер, қараңыздар. Так, бетестерді. Так, тоқтан. Осылай істеуге болады емессің да? Так, достар, тексереміз. Мен ойымша, бұл лайфхакты тексеру үшін прям мұхитқа бару керек емес шығар, осындай өзенде тексеру жасауға болады, көлде. Так, көрейік ал. F5. Давай. Мәсі күшті ғой? Прям астыда бүкіл көрініп тұр. Ал бізде бесінші лайфхак. Барлығымызда Майнкрафтта бір рет болсын поршенмен бірдеңе жасадық. Достар, осы жасағаннан кейін, мысалы, бір қателер кетіп атса, мысалы, поршен дұрыс емес тұрда, мысалы, сіз дейтін оны бұрақ қойыңыз келеді, мысалы, позициясын былай тұрса, сіз былай қойып қойыңыз келеді. Ол үшін достар бетесіздер, ешқандай блоктар қойып керек емес, көмектесу үшін, бұны жылжыту үшін, просто бетесіздер, мышканың оң жағы мен сол жағын бірге басасыздар. Қараңыздар, үйреніп алыңыздар, қараңыздар, творческий режимді жасауға, соны, Алтыншы лайфхак. Ал бұл лайфхакты мен ойымша көпшілігі біледі деп ойлаймын. Бұны достар барлық майнкрафтерлар қолданатын сияқты мен ойымша. Ол дейтін мен мына немдер жатқан жоқ, главный инвентарында жоқ та, мысалы мына жерде. А мен осы блокты алғым келеді. Ол үшін достар мышканың ортасындағы мына білесіздер, оны крутилка дегенді, соны бас жүресіздер, айналдыратында, просто басқан кезде
Ал бізде уже 7-ші Достар, егер лайфхак. де сіздерге үй салатын ешқандай уақыт болмаса, мен сіздерге керемет лайфхак таптым. Мысалы, айналамызда зомбилар толып жүр дейік та, мысалы да сіздерге осы зомбилардан бір жерге тығылып қалу керек. Компостница дейтін өте керемет зат, достар. Короче, өйстіп компостницаны қоясыздар, үстіне өйстіп люк қоясыздар. Және осы компостницаның ішіне кіріп кету керек. Енді бізге кіріп кету жалпы қиын емес, достар. Так, үйстестерді. Опа, міне достар, біз компостница кіріп кеттік. Енді люкті басасыздар, и все, достар, міне біз дейтін компостницаның ішіне тығылып қалдық. Егер де қазір біз выживание қоятын болсақ, достар, зомбилар бізге шабуламайды. Өйткені олар бізді көріп отырған жоқ. Так, достар, мен түсіндім. Бесіп қоямыз, сосын ішіне тығылып қаламыз. Game mode survival қоямыз. Крик. Бұл бізде 8 Барлығымызда лайфхак. Майнкрафтта жителдермен саудаласқанын ұнатамыз. И көпшілігі шын айтсам, жителдерді өздерінің үйіне әкелгісі келеді. Бірақ білесіздер ғой, жителдерді қозғалту өте қиын. Инвентарь ашылады да, ол бізге қарай кішкене жақындайды. И біз кішкене алысқа тоқтаймыз да, қайтадан басамыз. Ол бізге тағы жақындайды. И біз ол тағы басамыз, тағы жақындайды. Тағы басамыз, тағы жақындайды. Так, достар, тексеріп көреміз ал лайфхакты. Так, торговец. Жақындасайшы? Достар, блин, достар, мен лайк басып Бірақ крестьянин қояйық. Стерлинге видео шығарып жатырмын, достар. Барлығымызды Майнкрафтта осындай горка жасаған шығармыз. Осындай рельстер арқылы көпшілігі выживаниеді жасайды, көпшілігі творческий режимді жасайды. Біз дейтін көтеріле алмаймыз. Сіздер